Қанекеңнің сүт қалтасы, сүт кенжесі, ең тәттісі, осындағы біздің мерейдей қыздарыңыз. Әкемізге арнайы кішігірім монолог айтсам бола ма деп жатқан жайы бар. Оны ендеше мерей қыздарыңызды өздеріңіздің қошаметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Әкесін туған күніңізбен. Балалардың бақыты үшін не керек? Аналардың күлгені, әкелердің қабақ шытпай жүргені, кешке таман отбасының түгелдей үстел басына ас ішуге келгені. Міне бақыт, міне шаттық, білгенге бізге керек күлім деген көзіңіз, айналайын балапаным деген сөзіңіз. Қажет емес ойыншықта басқа мәселеміз басқа да, назарында бізге бір шатана айтқан әзір билеген би өнерге қол соқсаң жетеді. Кейде жылап келген кезде даладан құшақтап ап сезіндірсе мейірім бәрі жоқ боп кетеді. Есімізден шықпасын шатана, қажет емес балалардың қамы деп үйге қонбай жүргенін, телефоннан амандықты білгенін. Сіздер ақша табамыз деп жүргенде күндер зулайды, бәрі орнында тұрмайды, балалық қайтып келмейді. Ал өсіп кеткен балам қайта жөнге көнбейді. Жеткілікті қара нан мен тәтті шай қазір бізге жетпей тұрған дүние. Мейірім мен қатынастың жоқтығы, асқазанның тоқтығы толтырмайды кеудедегі көңілді, ұқтырмайды өмірді. Тағайтайын тастаңызшы телефон құрысын, балаңызда зиян екен ұғынсын. Біз бір отбасы болғанымен тап қазір қызым қияға, ұлым ұяға қонады. Алып кететіні тәрбиемен көргені өсеміз кетем. Ұядан ұяға апарайық ұятпенен ұлылықтың ұшқынын. Тамсансыншы кім өсірген ол қыз деп бәрі сенің абыройың. Атаны қайтып келмес сәттеріңді бағала, дұрыс қара балаға бір үстелдің басында бас қосын. Міне бақыт бағалаған адамға жоғал сұра, одан асқан шын бақыт, жоғал сұра, одан асқан мың бақыт. Монологты менің өміріме еш қатысы жоқ. Ой сала